міне мына жерде Досжан қыстауы. Мына Досжан зираты. Қайын апам жатыр екен. Атығай руы Тілеп нәсілі Тілеуғазы Шәріпұлы 1966 жылы 25 январь күні 82 жасында қайтыс болды. Орнатушы Мәшкен 9 сентябрь 1966 жылы. Жерлерден бір ескі зираттың орындарына ұқсайды. Мына жерден ойық. Атығай руы Тілеп нәсілі Уәли Мыңжасарұлы 1965 жылы 17 май күні қайтыс болды. Сексен көрінбейді. Жылы май 1965 жыл дейді. 30 июль ма? Жақтағы зираттар. Айналып барамыз. Бұл Досжан зиратының нағыз Досжан бөлігі. Мына жақ не Шариповтар болу керек сонда. Мына жерде міне әкемнің әжесі Көшөкбай қызы Өзипа, руы Ырсай, Қопа келіні 1889 жылы туған, 1972 жылы қайтты дейді. 26 декабрьде ескерткіш баласы Мәсуден дейді. Қайни Ахмет қызы 1978 жылы 80 жаста қайтыс болды. Руы Тілеп дейді. Мына жеріне дөң болып тұр. Сілердің қосыларлатын. Мында кім қойылған? Мына жерде кім қойылған кішкентайда? Руық Маралбайұлы Орал дейді. Бұл Қаншайым апамыздың күйеуі ғой. Руы Атығай Тілеп нәсілі Рамазан қызы Қаншайым. Дұрыс. 48 жылғы 2009 жылы қайтқан. Руы Тілеп Рамазан ұлы Жұматай. 60 жылы туған. 2008 қайтқан. Руы Тілеп Рамазан ұлы Сейіт. 66 жыл туып 2007 қайтқан.
сен асықпашы, мен бір сұрақтар болады ғой. Руатыға Есенгелді нәсілі Шәмбіл қызы Ахмет келіні күміс. Менің әжем 32 жыл туып, 2003 жылы қайтқан. Тас қойышы баласы Дәрібай, немересі Қанат дейді. Мына жерде кім қойылған, па? Кәрбай дейді, Кәрбай. Кәрбай Рамазан бапамның баласы. 84 жылы қайтып, Менің құрдас. 1000 Менің құрдас Кәрбай. Рамазан Ұлы. ұлы 1952 жылы туып, 1964 пі? 84 пі? 84. Қайтты дейді. Ауырды ғой. 32 жасында ма? Қайтыс болды. Тас қойышы әкесі Рамазан 1985 жыл дейді. Двені әкеп қойдық қой, двені. Мұнда кім? Рамазан бапам шығар. 1913 жылы туып, 1988 жылы 75 жасында қайтыс болды. Тас қойшы баласы Жұмабай Бейсенов. Ағайын Ахметұлы Рамазан, Ахметұлы Мәсу менің атам. Руатығай Мәсу Ахметұлы 1926 жылы туып, 1992 жылы қайтыс болды. Руатығай нәсілі Тілеп Ахмет қызы Кәмилә 1929 жылы туып, 1995 жылы қайтқан. Тас қойшы балалары дейді. Кәмилә деген кісі кім? Жұмабай ағаларының шешелері. Камила. Рамазан апамыздың әйелі ме? Да. Руатығай Зәйкен Мәшкенұлы 1947 жылы туып, 1998 жылы қайтқан. Тас қойшы Қасым Қайрат Ерсайын інілері. Мына жерде Руатығай Мәшкен келіні Ғалия Төлеген қызы 1958 жылы туып, 2005 жылы қайтқан. Руатығай Рақыш келіні Зейнұр Оразалы қызы 1921 жылы туып, 2005 жылы қайтқан. Руатығай Тақым қызы Сәуле 1955 жылы туып, 2007 жылы қайтқан. Руы Қарауыл Манабай қызы Зікірия. Манабай қызы Зікірия келіні Ақбөпе 1929 жылы туып, 2011 жылы қайтқан. Руатығай Мұхаммед Рақымұлы Ерік 1959 туып, 2023 жылы қайтқан. Бұл жерде Руатығай нәсілі Тілеп Қасым Мәшкенұлы 1933 жылы туып, 2015 жылы қайтқан. Сол биылғы 10 жылдығын аспеді. 10 жыл болды. Мынау Амантай марқұмның шешесі.
Руатығай Қошан қызы қымбат. 57-ші жыл туып, 2001 жылы қайтқан. Шамбеловтардың келіні. Мынау Мәшкене қатаймын. Ерсайынның әкесі. Руатығай Мәшкен Рақышұлы. 1906 жылы туып, 1993 жылы қайтқан. Мәуілерді оқысын, енді оқи алмайды. Көрілесің. Кім екенін. Жақындап қарамасың. Руатығай нәсілі тілеп. Тақым. Зікірия ұлы. 1919 жылы Туған. 19 январда туған. 1989 жылы қайтқан. 70 30 июньда. Тас қоюшы балалары дейді. Сыры кетіп қалған ғой, тас онда. Арман Серік деген ерлікел баласы. Әскерден Закирянов Серік. ауырып келді. Екеуміз келмет болдық. Жақсы болдық. Тақымұлы Серік. 49 жылы туып, 84 жылы қайтқан. Иә, әскерден келді, содан қайтты. Ауырып келді. Короче, ойыздан жүгін что ли. Мынау қарта айтамыз. Мынау, наверное, анау кім шығар? Тоқауыл шығар, Байбүше. Қаратай Ахметұлы 1894 жылы туып, 94-те мына кімді путать етіп жүрмін. 1980 жылы 86 жасында қайтыс болды. Тас қоюшы баласы Қуаныш. Өзі үгіліп баратыр екен. Жаңартатын. Жаңартып келді, е. Мынау соғысының кемпір шығар, соңғы тұрған. Осында қойылған. Әсия шығар. Тас қойылмаған. Қаратай марқұм. Кім? Бірінші әйел болды ғой осы. Кім? Қуаныш атамыздың. Иә, мына кісінің бала болған жоқ ол кісі. Бұл кісінің шешесі қызы Мағрипа дейді. Мына кісінің. Ол кісілер осы жақта қойылған шығар, иә? Кім? Енді жайдан жай емес қой. Біз міне Өзіп әжеміз ана жерлерге қойылған. Шәріптің ұлы дейді, әне. Мына кісілер мына жерге ортада зираттар болып тұр ғой. Зираттар күйді ғой. Бәрі күйіп кетті. Сосын алып тастадық қой біз бәрін. Ағаш міне құлап жатыр, көрдің бе? Жылда тазалатып отырып көрдің бе? Жиналып жүріп келді енді халі. Руытлеп Рақышұлы Қабылқайыр дейді. 1908 жылы туып, 1987 жылы қайтыс болған. Марат ағаңның. Менің ағашым. Қолдаш? Қуанкен ағашым. Қуанышбай үшін. Шәмбір ұлы Қуанышбай. Руатығай нәсілі Есенгелді. 1929 жылы туып, 1987 жылы қайтқан. Басын алып тұр ма? Мынау Мәшкен ағатайымның қарындасы. Қабылқайырдың қарындасы. Ең кіші нелері. Осы қалада тұрған, мен айттым ғой. Әшкейіндіге алмадың ба? Әшкейінде қалды. Не? Жарайды, түсіндім. Осы кісі мен қолымда болдым енді оқыған.
Мен бірінші түсіріп алайыншы. Сосын асып береміз. Руатыға Есенгелді нәсілі Қуанышбайұлы Қанат дейді. Неге Есенгелді? Мен түсінемін. Қайсы Қуанышбай бұл? Менің нағашыларым Есенгелді емес. Бұл соның баласы ғой. Есенгелді болады ғой. Қанат Қуанышбайұлы. Мен ол кісіні білмейді екенмін. Қанат ертең айтып кетті ғой. Авария. Сен өте алмайсың ол жерде. Артқа өтші. Руатыға Есенгелді ауылы. Қуанке ме, па? Қуанке дейтін вообще бәрі. Қуанышбай ешін аты. Немерелері Аманжол қызы. Что-то жазған түсінбедім мен мұнда. Кім қайтыс болдыңды? Аманжолдың екі бірдей кішкентай баласы қайтқан. Иә. Оттан. Екеуін бір зиратқа қойдық. Екеуі... Жолдыз бен Руслан, иә? Иә, екеуі кірабаттың астына тығылып жатқан ғой. Иә. Құшақтасып. Солай күйіп қайттық. Содан айырмай солай қойдық, молдамен ақылдасып. Мен әкелдім бұл бәрі. Негесі бұл арабаға. Кетмей бар ғой, кетмейдің ар жағында. Иә. Ақшам дейді, қандай ауыл бар ғой? Білмеймін. Қали қызы Мағрипа дейді. Мағрипа тәтең. Қаратай атамның туған қызы. Болаттағы қызы. Түсіндім. Руатыға Шәмбіл келіні Күлназия дейді. Зейноларың мамасы. Жұмабай қызы. Руатыға Есенгелді ауылы Қуанке ұлы Аманжол дейді. Сол, мұна екі баланың әкесі. Болаттың әнесі. 95-ші жылы Болат ағаның. қайтыпты. Руатыға Ерболат Қасымұлы дейді. 62-ші жылы туып, 85-ші жылы қайтыпты. Мынау ең үлкен Қасым ағамыздың баласы да, Жанат деген. Қайтып кеткен. Неше жыл, 78 дейм, 76 ма? 76. 76. Анау датасы сол ма? Екеуі бір соғынан ауыстырған ғой. Жанынан қойған. Цемент аз болған ғой осы. Кімсің қалай болғанын айтып. Атығай руы Тілеп нәсілі Қапез Рақышұлы дейді. 66 жылы 30 октябрь күні 49 жасында қайтыс болды. Орнатушы Мәшкен. 1967 жылы 2 июль. Шарипа Болаттың әкесі. Мен сол үйде тұрдым, Майнақта. Майнақта тұрдың олар? Мынау сенің әженің әжесі, нағаш әжесі. Күлмәгүлсін деген кісі. Мен бұл кісіні өзім көрдім. Атығай руы Есенгелді керемет нәсілі қатты жорсткі кісі болды. Құлмағұлсын дейді. Жұрмағамбет қызы. Нұрмағамбет. Нұрмағамбет. 1965 жылы 87 жасында қайтыс болды дейді. Туған жылы неше жылы дейді? Орнатушы Қапез деп жазылды. Неше жылы туған? Жазылмаған 65 жылы 87 жасында қайтыс болды. Анау мынау таза арабша екен. Таза арабша, мен мына жерден түсіріп ал. түсіріп алайын Бір сосын. уақытын болса. Не көріп
ба, жермен жексен болып кеткен. 1962 жылы қойылыпты. 62 жылы қойған ғой тасты жобасы. Руы Атығай, Тілеп нәсілі Әбділман Бегімбетұлы 1969 жылы 5 июнь қайтты. 77 жасында қайтыс болды дейді. Тас орнатушы баласы Үмітжан 1969 жыл 10 июнь günü Руы Атығай, Бегімбетова, Қанипа Тәкүр ағаңның әкшеші. Алибек қызы 1905 жылы туып, 1986 жылы қайтыс болған. Кейбір нелер камерадан жақсы көрінеді, чем. Руы Атығай, Төкішұлы Қабдун дейді. Ол кім? Па? Руы Атығай, Төкішұлы Қабдун дейді. 17 жылы туып, 74 жылы қайтқан. Бермек. Бұлар сонда тоқ шабылеті не болып тұр ма? Біздің тілеп болып тұр, иә? Атығай болып тұр, иә? Атығай, Бұлар маймақ болып отыр. Еме жерде маймақтар әне арыды, қазір. Бұл қабдөш дейтін кісі болған, қабдөш. Қабдун екен ғой, шынарды. Маймақта тұрған олар. Сен олардан кімді білесің, ешкімді де білмейсің ғой. Сол жазып алсайшы, сосын мен айтам саған кім. Шәрбән Мұқыш қызы, Бұл кім? Шәріп келіні Руы Керей дейді. 1930 жылы туды, 1985 жылы қайтыс болды. Балаларынан ескерткіш досым болады дейді. Ағамыздың есі. Осы үйде мен осы кісінің қолында оқыдым біріншіден. Руы Атығай, нәсілі Есенгелді, Зейнолла қызы Ұлжан 1999 жылы туып, 2000-да 1 жасында қайтыпты. Біздің нағашымыз. Руы Атығай, нәсілі Есенгелді Ерғали Шәмбілұлы 1926 жылы 15 наурызда туған,
2005 жылы 7 сентябрьде қайтқан. Марқұм. Ақсуға қойғызбады ғой. Қуанген ағашымды да өзі. Ақсуға қойғызбады. Осында боламыз. Жігіттерді алып кеп, зираттың басына сосын орын көрсетейік. Қарай бетін етіп отқан. Қарасам, ағаштың ішінен ағашым келеді. Сосын мен енді осы жерде как раз бос та мына уже. Сосын осы жерге айттым жігіттерге мына жерден қандар. Жігіттерді айтып басқа жерге қойсын. Мен мына менің жерім деді. Ерғалин ағашы ма? Өзі не қойып қойып тұр, қолышқалар. Бар. Сосын ой нағашы, сен неге бармайсың бе Ақсуға? Жоқ, атама. Осында жүрем. Мен өшірмей. Алла, көз айтпай. Мақұл. Руатығай Ерғали қызы Айман. Айман. 1963 жылы туып, 2005 жылы қайтыс болған. Ауырды ғой, ауырды. Иә. Руатығай нәсілі тілеп. Түсініксіз. Үмітжанұлы 61 жылы туып, 2003 қайтқан. Ойрат па? Вот. Кстати, тас қоюшы әке шешесі балалары дейді. Руым Аймақ Төкеш қызы Базар 1912 жылы туып, 1985 жылы қайтқан. Ерғасым қымбат мереке дейді. Жерде болдық. Туралы қызы туралы үміт 1973 жылы 5 июньде 88 жасында қайтты. Руы Қойсары тас орнатушы
Алтығай Маймақ нәсілі Қаптен қызы Күлнай 1956 жылы туып, 1984 жылы қайтқан тас қоюшы балалары дейді. Бегімбет туа Ырысты Қажымұрат қызы 1942 жылы туып, 1984 жылы қайтыс болды. Руы Атығай, тас қоюшы, жолдасы Үмітжан және балалары дейді. Руы Атығай, Төлеген ұлы Кәрім 1908 жылы туып, 1995 жылы қайтқан тас қоюшы, баласы Бәскен. Руы Атығай нәсілі Тілеп Мақсат Үмітжанұлы 1988-2003. Руы Атығай Бақытжан Үмітжан қызы 74 туып, 2004 қайтқан. Руы Атығай нәсілі Тілеп Бегімбетов Үмітжан Әбілтайұлы 43 жылы туып, 2000 жылы қайтқан. Руы Атығай Тілеп Аяқапұлы Дәулетбай 1924 жылы туып, 2009 жылы қайтыс болған. Руы Атығай Тілеп нәсілі Төлеген ұлы Мағамбет 29 жылы туып, 2006 жылы қайтқан тас қоюшы, жұбайы, балалары. Руы Қарауыл нәсілі Көшей Сейдахметұлы Елепай 1913 жылы туып, 1990 жылы қайтқан тас қоюшы, балалары Сәмен, Думан, Мақпос, Ғазиз. Мына жерде
Мет. Ойдақмет. Қызы. Қадиша. тоқсан тоғызыншы жылы туып 1979 жылы қайтқан. Тас қоюшы. Сәменке. Тас қоюшы Сәменке дейді. Так, осы жерден жалғастырамыз қазір. Так, солдан оңға. Өсіп, ұлы Қайыркен 1939 жылы туып, 1974 жылы қайтыс болды. Ескерткіш інісі Алпыстан дейді. Руы Атығай, нәсілі Тілеп, Әбубәкір ұлы Әменке. 1936 жылы туып, 2006 жылы қайтқан. Тас қоюшы ұлы Дулат, Зайыбы Сәлима қыздары дейді. Руы Атығай, Токушева Райхан Ғабдулла қызы. 1931-2020. Руы Атығай, Есенгелді нәсілі Қуанкеғұлы Берік. Келіні Баймағамбет қызы Нағима. 1931-2021. Руы Атығай, Жарылғанұлы Бексейіт 1952-2012. Жиендер баласы Ермек Тас қоюшы. Руы Атығай, Кенжебай немересі Нұрлан қызы Әсия. 2009 жылы туа жетмеген екен. Руы Атығай, Атығай руы Тілеп нәсілі Ашмағамбет Жақұп ұлы 1967 жылы ноябрьде
ноябрь айында қайтыс болды. 70 жасында тас орнатушы інісі Қуанышбай 1969 жыл. 39. Баймұқан ма 1860 бастап көрмейді екен. Баймұқан ба? Мұқан деген жазу анық көреді. Баймұқан ма а мына жерді тама бір ма? 60 1860 па 1960 па? Жылы ма? Тілеп па? Інісі ме? Ұлы Қонсыбай дейді. Қонсыбай. Тілеп руы Найхы ұлы Мейрам 1879 1946. 46 жылғы. Атығай руы Тілеп нәсілі Қожахмет Мақата ұлы 1944 жылы август айында қайтыс болды. 61 жасында. Орнатушы күйеу баласы Әйтен Шакемеұлы.
жерде бір ескі зират. Абдрахман Найқұлы 1890 жылы туып, 1961 жылы 71 жасында қайтыс болды. Ескерткіш орнатушы баласы Кенжебай. Жерді көрдік. Ру Атығай Болатұлы Диас дейді. 2005-2006. Руа Атығай Мұхамеджан келіні Абдрахман қызы Күлшара 1931-2007. Руа Атығай нәсілі тіреп Абдрахман ұлы Кенжебай 1936 жылы туып, 2003 жылы қайтқан. Руа Атығай Талғатбек ұлы Өмірбай 1945 жылы туып, 2005 қайтқан. Жұбайы Әлия, баласы Райымбек Тасқойшы. Бисмилля. Данияр Абайұлы. Руы Бабасан Сәкен келіні Абдол қызы Жұмаш 57-2001. Ескерткіш жолдасы Сәбит, қайнысы Абай. Руы Атығай Әбіл қызы Абдрахман келіні Әзира 1940-1997 жыл. Тас қойшы жолдасы Кенжебай балалары дейді. Руы Атығай Сағындық қызы Найқы келіні Сахи 1925 жылы туып, 1992 жылы қайтқан. Талғатбек Мейрамұлы. Руы Атығай 1918-1985. Руы Қа Көшей Жо Руы Қа Шей Жо деген сияқты. Жоламан қызы
Ипа ма? Руы. Көшей жоламан қызы. Көшей шығар, иә. Ипа деген сияқты. Нан. 1898 жылы туып, қайтыс болды. Ескерткіш орнатушы баласы Кенжебай ма? Абдрахманұлы. Руы Атығай нәсілі Тілеп Найқылы Бейсекей 1895 жылы туып, 1976 жылы қайтыс болған. Нәсілі Тілеп Бейсекей қызы Ақмарал 1954 жылы туып, 1970 жылы қайтыс болған. Тас қойшылар, балалар және немерелері. Үлкен зират. Бұл жерде бір тасы бар. Басы бұзылып қалған. Бұрынғы арматура. Бейсекей қызы 1954 жылы қайтыс болды. 1970. Дұрыс. Осы жазылыр. Жазу жоқ. Руы Атығай Қалиасқар қызы Бәткен 1912-2001 тас қойшы балалар және немерелесі. Саны қаш дейді. Руы Атығай Талғатбекұлы Қонысбай 1957 жылы туып, 2000 жылы қайтқан. Талғатбекұлы Сәрсенбай 1960-2003 тас қойшылар туыстары дейді. Руы Атығай Ахметжан қызы Зіпілән 1947 жылы туып, 2017 жылы қайтқан. Руы Керей нәсілі Сыбан Тас Қожа қызы Балапан 43 жылы туып, 2001 қайтыс болған. Тас қойшы Айбын Аймек қыздар дейді. Руы Атығай Мейрамұлы Бейсенбек
1925 жылы туып 2014 қайтыс болған. Тасмағамбетқызы Қадиша 1933 жылы туып 91 жылы қайтыс болған. Жұбайы Есенбек Жанбаева. Көлдей руы Арсай қызы. Көлдей руы Арсай қызы Қаскен Найқы баласы Мейрамның жамағаты 1893-1961 жыл 3-9 19 март па әлде 9 март па Найқы баласы Мейрамның жамағаты дейді. Қаскен Арсай қызы Қаскен Найқы баласы Мейрамның жамағаты. Bismillah. Ру атығы Әнәбия Найқылы 1885-1973 88 жаста қайтыс болды. Жамағат Шайзада 1894 жыл туып 54 жыл 60 жаста қайтыс болды. Ескерткіш орнатушы баласы Мәні дейді. Жазу көрінбейді. Жылы қайтыс болды дейді. Көрмейді. Не жазылған көрмейді. Жазу көрмейді. Деген сияқты. Руы Кереймі? Атырай руы тілек нәсілі. Қойшыбай Мұқаметқалиұлы 1905 жылы туып 1977 жылы қайтыс. Жылы күні 1977 жылы күні 72 жасында
қайтыс болды. Орнатушы баласы Райымжан ба? Атығай руы тілеп нәсілі Мұхаммедтали ұлы Қабдолла 1909 жылы туып, 1976 жылы 75 жоқ 1909 жылы туып, 1976 жылы 25 март күні 67 жасында қайтыс болды. Орнатушы баласы ғалым ба? Мұхаммедтали ұлы Қабдолла. Кішкентай зират. Нәрестенкі шара. Тасы жоқ. Так. Бисмилlah. Ру Атығай Сараш Қажымұрат қызы. Сараш Қажымұрат қызы 18 июнь 1945 жылы 2006 жылы тас қоюшылары жолдасы Райымжан балалары. Қажымұрат қызы Сараш 1945-2006. Ру Атығай Қойшыбайұлы Райымжан 1940-2021. Атығай руы Ашқар қызы Мұқажан келіні Кәмәл. Бір 20 сентябрь 1983 21 баласы Талдан Айдан да
Атығай Жанғали Қойшыбайұлы 58-20. Так, Ро, Маймақ, Жу, С, Жу, Ж, У, С, П, Жүсіп, Қызы, К, Л, С, Күлс, Сақсытсы, Сызықша, Күлсім бі? Ма? Күлсім 1927 1983 тас қоюшы баласы Махмет. Руы Атығай Бейсенбай қызы Динара 91-96. Руы Атығай Мәсура Құсайынқызы 1929-2022. Атығай Қожахметұлы Дайыржан 1928-1999 тас қоюшы жұбайы Мәсура балалары. Руы Атығай нәсілі тілеп Қаптоллаұлы Ғалымжан 1949-2003. Атығай нәсілі тілеп Қаптоллаұлы Ғалымжан 1949-2003. Атығай нәсілі тілеп Дайыржанұлы Бейсенбай 1955-2004 тас қоюшы шешесі Масура. Руы Атығай Қожахметов Жұмабек Дайыржанұлы 1950-2004. Қошқаров Мәмзе Қасенұлы.
1921 туып 1984 қайтыс болды. Орыны Қасенқызы Ақтөшпар келіні 1908 туып 1972 қайтыс болды. Ахмеджан ұлы Ахмедияр 1920-1985 тас қоюшы балалар Ерғалым, Серғалым, Аманжол. Оқымайды екен. Руатығай Құтасбайұлы Мәлік тас қоюшы немересі Мараш. Руа Тілеп Шаяхмет қызы Құлжамилә 1929-2004 тас қоюшы Ермек. Руатығай Тілеп нәсілі Ахмедияр ұлы Аманжол 1966-2019. Руатығай Тілеп нәсілі Ахмедияр ұлы Серғалым 1961-2005.
Ахметжан келіні Зияда Мәлік қызы. 1922 жылы туған, Тілеп руы. 1970 жылы 9 декабрьде қайтыс болды. Тас орнатушы қызы Сарыш. Ру аты Оразалы ұлы Рақым. 1919 1995 жолдасы Сары, баласы Мәкен мен немерелері. Руы Оразалы келіні. Руатай Оразалы келіні Кенесары қызы Сары. 1927-1998. Қытай бөтен немерелер. Есенғази қызы Оразалы келіні қалан қыз. 1938-2005. Тас қойшы жолдасы Сәкен. Рулатыға нәсілі Тілеп Дулат Әменкеұлы. 1963-1925. Рулатыға Қабенұлы Берік. 1962-2013. Рулатыға Тілеп Тасқожаұлы Рустам. 1980-2016. Рулатыға Есенгелді нәсілі Қожахмет қызы Сақыш. 1928-2017. Исқақ Мұхтарима Есім Сейіт қызы. 1920-2007. Тас қойшы балалар. Күләш Қали қызы Руы Бабасан. 1950-2003. Тас қойшы жолдасы және балалар. Руы Атығай Қабен Ысқақұлы. 1917-1993. Тас қойшы. Қабыл Руатығай Нұрғази қызы Бәтима. 1949-2006. Исқақ Ерік Әбілұлы. Руы Жұмық. 70 жылы туған. 85 қайтыс болған.
Әкесі Әбіл, шешесі Күләш. Смай ұлы Қалиақпар руы аттыр. 69 жасында 8 августа қайтыс болды. Ескерткіш. Баласы Тасқожа, інісі Қажымұраттан дейді. Рақым ұлы Нұрболат. Тілеп руынан Нұрболат Оразалы немересі Рақымұлы 23 жы 1972 жылы 26 күні сентябрьде қайтыс болды. Тас қойшы Рақым Сара еркін дейді. Шапқан дей ме? Шапқан еркін. Қай жыл сонда? Оразалы немересі Рақым ұлы 23 жаста 1972 жылы. Қашқынбай ұлы Оразалы. Сақта қапты. Тілеп тасы Әлібек қызы Зағипа Қашқынбай келіні 66 жаста 58 жылы қайтты. Тас қойды қойдырған бекен тас шапқан жікіш дейді. Құдайберді руы 11 июнь күні 1946 жылы Байман ұлы Сағындық 67 жаста Тілеп табы қайтыс болды. Тас қойушы қызы Сәқи.
тас. Қажымұрат ұлы Атығай руы Тілеп нәсілі 1977 жылы 94 жаста 89-шы қайтты деме ескерткіш әкесі Қажымұраттан дейді. Ожан нәсілі Қанат Закарияұлы 1958-1991 Тасқойшы Көгершін жылы келді дейді. Руы Атығай Қожахмет қызы Зейнеп 1926-1999. Руы Атығай Қажымұрат ұлы Бай ұлы ма? Абай, Рабай. Бір 1984 жылы 1992 жылы тас қойшылар Жан Бірбай жолаушы. Руы Атығай Қожахмет қызы Мәрі 1921-1998. Руы Атығай нәсілі Тілеп Ғаббасұлы есім 1928-2005. Руы Қарауыл Тілеп келіні Ескене қызы Жұпар 1936-1982. Иманбайұлы Тәпәлән 1965 жылы 7 октябрь қайтыс болды. 76 жасында тас қойышы тас орнатқан
қарындасы Нұрғиза. Руатығай тілеп нәсілі Мұқанұлы Серік 67-2001. Руатығай тілеп нәсілі Ағзамұлы Мұқан 1930-2024. Жұмағали Қызық. Руатығай тілеп нәсілінен Жұмағали қызы Қайша 1934-2001. Тас қойшы жолдасы Мұқан. Руатығай тілеп нәсілінен Мұқанұлы Амангелді 1958-1987. Тас орнатушы әкесі Мұқан. Руатығай Темір Болат ұлы Құрманбай 1891-1974. Тас қоюшы баласы Ал Әлімжан Айжамал Қарлығаш. Атқайрауы тілек нәсілі Темір Болат ұлы Ағзам 1885-1973. Атығай руы тілеп нәсілі Мағзум Рамианұлы Рамианұлы 9 жасында тері 1966 жылы қайтыс болды. Орнатушы есім мың 1959 Ырсай руы Мырзағұл тарапынан Ескене қызы Рәбиға 59 жасында 1950 жылы қайтыс болды.